армысыздар, құрметті қонақтар, ата-аналар, сұлу да сымбатты қыз-жігіттер. Барлық жандар бір білікке қосқанын, бақытты болып бастады. Бірақ бізбенен бар қызығын бөліскен қай жыл бірге болды екен? Бір жыл бойы қай жыл бізбен бірге болды? Қоян. Дұрыс айтасыңдар, қоян жылы бізбен бірге бар қызығын бөлісті. Олай болса ортамызға әдемі, сүйкімді қоянымызды шақырып алайық. Қоян! Армысыңдар балалар, бауырларым, жағдайың қалай? Көңіл-күйлерің қалай? Жаңа жылды қарсы алуға дайынбыз ба? Жарайсыңдар. Мен сендерге айтар алғысым көп. Мен сендермен бір жыл бойы тоқшылықта, бақытта бірге болдым. Ендеше келе жатқан жаңа жылымызды дәл мен сияқты қаттығырақ, артығырақ ән айтып, би билеп қарсы аламыз ба? Жарайсыңдар балалар, өнерлеріңді тамашалайық. Балалар, қараңыздаршы, қаншама қонақтар келген, ортамызда шыршырады. Енді кімді шақырып кетпіз біз? Тамаша. Ендеше бәріміз бірге Аяз атаны шырқайық, иә? Армысыз апа, ашуыңызды басыңыз. Бүгін біздің балалардың керемет көңілін бұзбаңыз. Әдемі киініп келген екенсіз. Біздің балалармен жаңа жылды тойлаңыз. Біз сізді де осы жаңа жылға шақырамыз. Жоқ, алып кетемін шыршаларыңда. Неге мен сіз бастайсыздар шыршаларыңда? Алып кетемін, көнбеймін. Бүгін Мыстан апаңыз сондай ашулы екен балалар. Қалай көндірсек екен, а? Қалай көндіреміз? Сен де өтініш айтып көріңдерші. Мен аппетитім кішкентай бала емеспін. Ал апа, Мыстан кемпір, сізден мен ғана емес, осы тұрған көптеген оқушылардың барлығы өтініш айтып отыр. Ашуыңызды басыңыз. Ал досым, сен сөйлеші. Егер сізге балалар әдемі ән шашуын, қақпақтарын айтып берсеші, балалар өз өнерлерін көрсетпекші. Бірге қосылып тамашалайсыз ба? Сіз бізбен бірге қалып, балалардың өнерін тамашалаңыз. Біздің Мыстан кемпіріміздің ашуы басылған сияқты. Ендеше балалар Аяз атаны басынан шақырып алайық, иә? Қане бірге Армысыңдар ма балалар? Армысыңдар ма ата-аналар? Жаңа жылдарың құтты болсын. Қандай жарқын жүздерің, қандай әсем жырларың, асулармен алысқан ата-аналарың сендерге шаршап келді алыстан. Кәне балалар, өнерлерін тамашалайық. қош келдіңіз Аяз ата. Қараңдаршы балалар, Аяз ата мен Ақшақар өздері ғана емес, қасына көптеген достарын ертіп келген екен, иә? Олай болса бар өнерімізді салатын уақыт келді. Сыңғырлашы сырнайым, жаңа жылды жырлайын. Шашпаулығы сырғалы, Ақшақарды тыңдайын деп, Аяз атаның немересіне сөз берейін. Саламатсыңдар ма балалар?
қуанып келдік. Көңілдерің қалай? Бәрекелді. Жаңа келдікке жаңа жыл мол бақыт келсін, ырысты жыл болсын, тек қуаныш пен жақсылықпен келсін. Кәнекей, қош бала. Басқан қадам оң болсын, төлден жаңа жыл бізге құтты жыл болсын. Балалар, біз мемлекет жаңа жыл кіріп келе жатыр деп жатырмыз ғой, бірақ қандай жылды күтіп отырмыз? Дұрыс айтасыңдар, ұлы жылын күтіп отырмыз, иә? Жаңа жыл, жаңа қадам, жаңа бақыт, болашақ сыйлайтындай жаңа бақыт. Ұлы жылын шақырайық ортамызға, жақсылықпен жалғасын жаңа уақыт деп, бар жақсылығын алып келген ұлыды ортаға шақырайық. Қанекей балаларымызды шақырайықшы. Балалар, мен сендерге сонау өлкеден асығып 12 ай жүріп келдім. Ал балалар, өнер сынап қайсың бар? Алға шығып, өлең, қақпақ айтыңдар. Жаңа жылда сыйлық алып қайтыңдар. Балалар, қараңыздаршы, ортамызда бар кейіпкерлеріміз бар, иә? Аяз ата бар, Ақшақар бар, оның достары бар, ұлы жылы бар, қоян жылы бар, шыршамыз да бар, бірақ бір нәрсе жетіспей тұр бізге. Ол не? Шырша жанбай тұр. Не жетіспей тұр деп ойлайсыздар? Шырша өшіп тұр дейді, дұрыс айтасыздар. Ендеше, бұл шырша жану керек, иә? Баламды үшке дейін санайық, шыршамызды жағайық. Жан, шырша, жан. Санашы сөйлейін. Енді осы шыршаны